Сәлем баршаларыңызға. Рамазан айларыңыз мүбәрәк болсын. Рамазан айында ұстап жүрген оразаларыңыз қабыл болсын. Ораза кезінде осындай тәттіні қалайтынымыз бар. Сондықтан демде дайын бола салатын тәтті трайфлдың рецептісімен бөлісетін боламын. Печенье мен қаймағыңыз болса болды, трайфлда дайын болады. Осындай керемет болып, дәмді ерекше болып шығады. Осындай арнайы майдалағыштың көмегімен печеньяларымызды майдалап аламыз. Кез келген печенье бола береді. Осылай ұсақтап майдалап алатын боламыз печеньямызды. Енді арнайы ыдысқа 20% қаймақты саламыз. Трайфлға қажетті заттарды үйдегі адамдардың санына байланысты көп аз етіп жасай берсеңіздер болады. Сонда да қажетті заттардың барлығын астында описание бөлімінде қалдырып кетемін. Қарап жасай берулеріңізге болады. Қаймақтың үстіне құмшекер ұпасын салып, жақсылап араластыратын боламыз. Жақсылап осылайша араластырып аламыз қаймағымызды. Менде арнайы трайфлдың ыдысы болмады, сондықтан үйдегі бар әдем ыдыстардан пайдалана бердім. Арнайы ыдыс болу міндетті емес, солай жасай берсеңіздер болады. Енді басқа бір ыдысымызға бананымызды турап аламыз. Екі ғана банан болса жеткілікті. Осылай домалақ етіп турап алатын боламыз. Дәл видеодағыдай. Енді осылай ыдысымызды алып, оған печеньямыздан саламыз. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Қазақша контенттің дамуына өз үлестеріңізді қосыңыздар. Печеньямызды арнайы осылай ыдысымызға салып алдық. Енді оның үстінен дайындап алған қаймақты құятын боламыз. Қаймақтың үстінен осылай кесіп алған банандарымызды қойып шығамыз. Енді оның үстіне майдаланған печеньяны саламыз. Қайтадан қаймақты қойып, солайша жалғастыра бересіздер. Барлығы түсінікті болып жатыр деген үміттемін. Енді менде арнайы шоколад болған жоқ. Үстіне қалай шоколад дайындауды алдыңғы видеоларымда айтып кеткен болатынмын. 3 қасық какао мен 3 қасық құмшекер, 3 қасық қаймақ, 50 грамм ерітілген сармайды жақсылап араластырсаңыз, шоколад дайын болады. Осылай бетіне әдемілеп сүртіп құйып шығамыз да, банан мен осындай альбини шоколадтармен әсемдеп қоямыз. Көрінісі де өзгеше болып, әдемі болып шығады.
дәмі де ерекше болды. Балаларыма да өзімізге де ұнады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге де ас болсын.